Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге қазір бетті үй жағдайында қалай ағартып, тазартуға болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бетіміздің терісін үнемі тазартып, қажетті заттармен қоректендірсек, қартайған шағымызда да жас болып көріне аламыз. Ол үшін кремдер мен тониктерді жиі пайдалану керек. Араға уақыт салып, арнайы маскаларды жасаған жөн. Бұл арнайы маскалар қара дақтар мен безеуден құтылуға көмектеседі. Олай болса, кезекті материалымызда үй жағдайында бет терісін тазарту маскаларын қарастырайық. Есіңізде болсын, кез келген косметикалық маска таза бетке жасалады. Сондықтан ең алдымен бетті жақсылап тазартыңыз. Ол үшін бетті сабындап жуып, тоникпен сүртіңіз. Тоник бетке сіңген соң пилинг жасаймыз. Пилингті үй жағдайында да дайындауға болады. Ол үшін сізге керекті заттар жұмыртқаның ақуызы мен лимон шырыны керек болады. Бір жұмыртқаның ақуызының үстіне 3-4 тамшы лимон шырынын тамызыңыз. Бұл маска майлы беттерге өте пайдалы. Беттегі майда тесіктерді тарылтады. Екінші маска – бал мен йогурттан жасалған пилинг. 2 ас қасық бал мен 2 қасық йогуртты араластырамыз. Йогурт құрамындағы сүт қышқылы беттегі өлі жасушалардан арылуға көмектеседі. Ал бал болса жұмсартады. Скраб сөзін пайдаланбағанымызды байқаған шығарсыз. Ол терге кері әсерін тигізетіндіктен тазартудың барынша жұмсақ болғаны жақсы. Енді тазартудың 3-ші жолын қарастырайық. Бетті буландыру арқылы терідегі ұсақ тесіктерді кеңейту. Косметолог мамандар түймедақтың теріге тигізер пайдасы туралы жиі айтады. Олардың сөзіне құлақ асып, бетімізді 20 минут шөп буымен буландырайық. Ұсақ тесіктер ашыла түссін десек, басымызға орамал жауып алғанымыз жөн. Сонымен қатар дезинфекция. Тері тазарту рәсімін бастамас бұрын 3% сутек тотығымен теріңізді дезинфекциялаңыз. Іске кіріспес бұрын қолды спиртпен тазалап алған жөн. Кейбір әйелдер қолында бетінде спирттің көмегімен дезинфекциялайды. Спирт теріні қатты қорғатып жіберетіндіктен бұлай жасамағаныңыз жөн. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.